азаматы Алиев Рахмет деген асылдың жұбайы іргеміз ауыл бейнеуде осы қызылықты естіп құрдастарын көрейік деп соған асып 10 бір билет алып қойдық. Бұлар 10 болсын, осыны ұйымдастырып жүрген мына азаматшаларға көптеген алғыстарымды айтамыз. Сау болыңдар, мына кішігірім не болса да осыны ұйымдастырып оңай сауда емес. Осының басы қасына көрген азаматтарға үлкен алғыс айтамын. Сау болыңдар, осындай тек кездесулер семинарда бәріңізге бақыт тілеймін. Рахмет. Ал енді жалғып баратқан шығармыз, осынан аяқтап, сосын тезірек ән билеп, одан кейін билейміз ғой деймін, себебі жыбырлай бастадыңдар. Әлде ана Нағыметке шыбық керек ме отыр ғой деймін? Содан кейін билейміз. Таяқ әкеліп қой керек еді. Ал енді Нұрманованы әбекең не дейтінін кім біледі? Нұрманова? Иә. Оразгүлге не дейді? Қалай атаушы еді? Әбекең марқұм. Сенде ми жоқ қой. Мағолды қылсын деп айтатын дейді. Ол да бір вариант. Негізі әр күні қарап отырып, екі атты да ертесінде де ат қойып үшін тоқыс айтып отырмын ғой. Мен бір есімде қалғаны Нұрмановаға қарап тұрып, Нұрманова шық дейді да, Оразгүл Нұрманова дейді да, бітеп қарап тұрып, Қоразгүл дейтін. Қоразгүл дейтін Оразгүлге. Сол Қоразгүл әйелі. Өзімен Оразгүлді баяғыда бейнеге іздеп барып, екеуміз әңгімелесіп отырсақ, сұмдық мынау естеліктерді айтады екен да, риза болып, енді бүгін күтіп тұрмын, әдемі бір естелік айтады деп. Сонда сен барғанда бар ғой, дүкеншілікке оқығаныңды, сонда шешем айтты, дүкеншілікті қайтесің, осы ауылдың дүкені Сұлтанбай мен Дәулетбекеден артылама деп айтты дейді. Сөйтіп мен жындыдай, өтет оқы десе мен айттым дейді да, ауылда өзі екі-ақ дүкен бар дейді. Ол Сұлтанбай мен Дәулетбекеден артылмайды, мен неғылам оқып деп бармай қойып едім дейді да. Сонда ауыз шекем дейді, оқып алуым керек екен дейді. Осындай әңгімелер көп та. Сосын анау бір жерде прораб бар. Стройкада істеп жүрді, орыстармен сөйлескеніңді айтқансың, в общем. Орынбектің есіне таңдап. Алай деп. Ал неге, құрметті кластастар, қош көрдік бәріңізді, баршаңызға сәлем. Мынау көңілдегі сөздің бәрін кластастар айтып жатыр ғой. Баршаңызға әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Енді өзімді қысқаша айтып кетсем, 76-да бітірдік, 78-ге жұмысқа шықтым. Қайсы мектепте? Молодецкий. Сонымен күйеуім марқұм болып кетті. 2009-да 3 ұлым бар, 2 қызым бар. 3 келінім, 2 қызым тұрмыста. Бейнеуге көшіп келеміз де мінеке 11 жылға қарап барады екен. Осы қаржылықты қашан жерде екенімізді вариант көрген сайын айтатын едім. Жеттік Құдайға шүкір. Оны ұйымдастырған мына кластастарымызға да рахмет, сау болсын. Енді есте қалған естеліктерді бар, енді қолатты сөйлеп болғасын айтатын қазір. Кеседе ең бір жақсы. Онда достар, құрдастар, кластастар, бүгінгі бас қосып жатқанымыз 1 жыл мерекесі құтты болсын бәріңізге. Семьяларыңызға бақыт болсын. Барлық мынандай дастарханда бас қосып, ойнап күліп жіберейік. Басқа не деймін? Мен қалған нелерді Оразгүл өзі айтады. Менің өзім енді 74 жылы 8-ші класс бітіргеннен кейін техникумға кетіп қалдым. Техникум бітірдім 78 жылы. Одан армияға кетіп қалдым, армиядан 80 жылы келіп, кейіннен 85 жылы үйлендім. Склехосовский, короче. Енді бәрінде айтыласы ғой енді. Енді жолдасым 2 жыл болды өмірде өткенінен. Енді 2 қыз 1 балам бар, Құдайым жүргеннен. Оған да шүкір. Ал енді қалған жағда тек аманшылық болсын, осындай ойнап күліп жүрейік.
Başka ne yapayım? Ben orada bu. Kalan kadar. Birimiz koy istemeyenler. Endi 3-cü klassga deyingi esimde жоқ та, 4-5 класс кезде мен Назарбаевмен қатты төбелесетін болған бір еркек бала жоқ. Мен әкімдердің есінде бар, жоқ та. Сонда себебі Қасым ағам ғой кәдімгі. Мынау біздің классымыз, мынау Қасымның классы. Ананы жеңіп қарасам деп алып келем ғой сосын. Маған Назарбаев келе алмайды еді. Бүгін келсе және төбелесіп көрем ба деп едім. Сосын біз ана Әлима, Мила, үшеуміз ары каналдың ар жағына қайтаймыз ғой енді қыстың күні. Бұл мектепке келеді әрқайсымыз бөлек-бөлек қайтамыз да, қайтасын үшеуміз бірге қайтамыз. Әлима аңқау, Мила екеуміз сырласып аламыз да, Әлиманы алдымызға жібереміз ана. Мұз қатады ғой каналда. Түсіп кетеді мұз. Енді аяққа шығу үшін қиын. Әлима аңқау екеуміз сырласып береміз да, Әлиманы алдына жібереміз, алдына жамсырамыз ғой бүйтіп. Сола үшеуміз қыздап қалаймыз. Бұлш, Әлима, бұлш дейміз ғой тағы да. Ama aldığımızdan sürecek. Hatta жығылып тұрып. Күнде істейміз, сонда да анау түсім биtti. Сол да yapalım. Сосын енді баяғы бар күлкілі ма білмеймін, өзімізге сол кезде қатты күліп еді, екеуміз. Бір концерт көп болатын еді ғой бізде де клубқа барамыз. Свет өшіріп тастап, концерт па, кино ба білмеймін, мысалы болып жатыр әйтеуір. Бірақ та мен Мивада болып кетіп қалдым, екеуміз бірге жүретін едік қой. Отырдық. Бірақ та Мива келіп күле береді. Ай, неге күлесің? Айтшы құрсын деймін ғой. Содан айта алмай келеді да. Баяғы Құттыгүл дейтін мұғалім апайымыз бар еді ғой. Соны Ашыққа дейтін баламыз бар еді. Ашыққа дейтін бар. Содан мына жерде отыра қалған ғой. Мива келді деп. Мива мені іздеп мен сөйті шықпақпысың неге? Аяқ сетте ашық қарайтын мұғалым деп сонда. Мива мені бүйтіп сипалады. Ашық қарайтын сипалады. Ашық қарайтын бүйтіп сипалады. Оны сонда айта алмай келеді да. Мен оны күлгеніне күле беремін, неге күлесің деп. Содан мен сөйтіп ашық қарайтын бетін сипалады, сөйтіп жүріп. Содан білмеймін әйтеуір күлдік айтып тұрып кешейін дегендей. Енді сондай көбейді қыздар. Соңына дейін есіне түсем дегенше осындай оразгүлде әңгіме болып бұл 7-ші ғасыр. Енді сіздерді зарықтырмай мынау аяқтарды талып отқан шығар. Қазір мұнда бір әнші жігітіміз келіп отыр екен баянменен. Ассалаумағалейкум тойшығым. Бүгінгі болып жатқан 40 жылдықтарыңыз құтты болсын. Бүгін жақсылап, жасы шақты еске алдыңыздар. Және де оразаларыңыз қабыл болсын ағайын. Бұл өмірде әнші көп, шәмші жоқ дегенде Шәмші Қалдаяқов атамыздың әні Сыған серенадасы. Білетініміз қосылып, білмейтініміз шапалақ ұрып отырайық ағайындар. Толаған қаны бар
шақырсам шықпай келмей ұйылама шығатын сенің де көңілің сезімді байламай сүйемін деші шын айтшы шынарау кімге көңілім асыма мінген атым Геннадюшка шабамын көңіл ашып Неманушка Соятнаться бетер жететуге азырақ ойнап күлмей молодушка Үрқияй, зүрқияй, нағирай, сағирай, гүлзирай, нағимай, димай Әшеке қыз айжанай, бәлеке қыз башанай Жас бала қыз сәлемай, еркелеген марюсай Толықсыған қатера